Танысып қойыңдар, бұл және ол өткен эксперименттердегі барлық істеген кінәсін мойындаудан бас тартқан үшін оған сабақ беруге тура келеді. Сондықтан Боб түрмеге апарылады. Бағыңа орай бұл тағы да бір эксперимент жасауға тамаша жағдай болып тұр. Боб берілген уақыттан қаша ала ма? Бірақ жетістік ықтималдығы үлкен емес, тек 32 мыңнан бір ғана мүмкіндік. Ал бұл дегеніміз Боб велосипедпен кабельге мініп, тістерімен бензопиланы ұстап алады. Бостандыққа шықпастан бұрын, бірақ та тырысып көруге болады. Бәрінен бұрын Бобқа қашу жоспары керек. Бүкіл күзетшілерді камераның орналасуын және түрменің аумағын еске алуға тура келеді. Өйткені егер де Боб күзетшіні серуендеу кезінде жай ғана талдырып жіберсе және дуалға қарай қашса, ондай болса ол күзетші иттерге тамақ болады. Егер де Боб қолтты сындырып және түнде камерадан шығып кетсе, онда ол пластикалық қасықтар мен наннан тұратын сатыдан дуалға көтерілуге тырысып көреді. Бастысы 220 вольтты тоғы бар тікенді сымды ұмытпаса болғаны. Ол Бобтан кылып жасай алады. Бірақ соңында Боб өзінің қатесін мойындайды. Өзің кінәлі екеніңе келісесің бе? Бірақ білесің, кешірім жеткіліксіз адамды түрмеден шығару үшін. Ал Бобтың қашу амалдарын есептегенде, оны мерзімінің соңына дейін бір адамдық камераға апарады. Ол жақта еңсеңді түсірме Боб, мен саған хат жазам деп уәде берем. Бобқа соңғы экспериментті күтіңіздер. Келесіде осы сезондағы осы видеоны достарыңа көрсет. Егер де Бобты шығарғың келсе, және каналға тіркел, жаңа эксперименттерді өткізіп алмас үшін.